Жайық Бектұров атындағы Қарағанды облыстық жасөспірімдер кітапханасында қазақ халқының мұрасы мәңгілік ел кітаптар сериясының бастамашыл жастары кездесу кешін өткізді. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында тұсауы кесілген кітапшаның артықшылықтары айтылған. Жалпы біз ұлттық құндылықтар насихаттауға бағытталған ұлттық күнтізбені жасауды жөн көрдік. Бұған аталған күнтізбеге арқау болған атаулы күндер, олар өзіміздің ұлттық төл бүтін болмысымызды паш ететін құндылықтар. Мысалға алатын болсақ, күнтізбеде батыр бар күні, ұлт қайраткерлерін еске алу күні сияқты, ата-аналарға құрмет күні, қазақ тілі күні, содан кейін мысалға қазақтың ұлттық ас мәзірлерінің күні сияқты барлығы 20-ға тарта мерекелер бар. Жастар жылында жаңа бастама көтерген белсенді қала жастары ұлттық құндылықтарды жаңғыртып, рухтық сананы сілкіндіру мақсатында қазақ халқының төл мерекелерін жинақтап, күнтізбе ретінде ұсынысқа енгізбекші. Жоба аясында 15-ке жуық кітапша жарық көрген. Бұл істері сол қазақ деген ұлы халықтың құндылықтарын зерттеу, халыққа түсіндіру. Бірінші, бұл қазақ халқының ұлы екенін, қазақ халқының сондай құндылықтарын, керемет дүниежүзіне үлгі құндылықтарын әуелі қазақтың өзіне түсіндіру қазіргі. Қазақтың өзі әлі ұлы халық екенін көбісі білмейді. Шараны ұйымдастырушылардың сөзіне сенсек, елімізге қажетті мұндай шаралары әлі де жалғасын табатын болады. Айдын Тонтайтегі, Дмитрий Обрық, Николай Шевелев, 5-ші арна.